Қайырлы күн достар, менің есім Балжан. Бүгін сіздермен пакетте дайындалатын, духовкада пісетін окорочканың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге картошка, пияз, сәбіз, чеснок және приправалар қажет болады. Барлық заттарды алдын ала турап аламыз. Содан соң ыдысымызға барлығын салып аламыз және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және де укропымызды салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бұл 2-3 адамдық порция. Егер де көптеу болғанын қаласаңыздар, онда көкөністерді көп қосаңыздар болады. Егер де менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып алыңыздар. Көкөнісіміз дайын. Енді бір тауықтың етін турап аламыз. Осы магидің приправасын алып, жарты бөлігін ғана салып, біркелкі қылып араластырып аламыз. Мінекей, осымен тауық еті дайын. Бізде магидің приправасын ішінен осылай өзінің пакетигі шығады. Сол пакетигін ашып, ішіне көкөністер мен тауық етін орналастырып шығамыз. Өзінің пакетигінің ішінен аузын бекітетін зат та шығады. Алдымен көкөністерімізді орналастырып аламыз. Көкөністерімізді орналастырып болғаннан соң біркелкі етіп жайып шығамыз. Содан кейін барып үстіне тауық етін орналастырамыз. Тауық етін орналастырып болғаннан соң бекіткішпен аузын бекітіп аламыз. Содан кейін пісіретін табамызға орналастырып, қызып тұрған пешімізде 190 градуста 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Табамызға орналастырып болғаннан соң пакетигіміз жарылып кетпеу үшін зубочисткамен 3-4 жерінен тесіп аламыз. Мінекей, тауық еті пісіп шықты, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер. Ал ас болсын.